Кімдерге қой етін жеуге болмайды? Бойыңызда бұл дерттердің бірі болса, қой етінен бас тартқаныңыз жөн. Қазақ үшін еттің орны бөлек. Күнделікті ең болмаса бір түйірі тамағынан өтіп тұрмаса, қарын да, көңіл де тоймайды. Көпшілік үшін қолжетімді әрі бағалылардың бірі қой еті. Оның ағзаға пайдасы мен зиянына қатысты түрлі пікірлер айтылады. Біреулер қой етін сиыр етінен әлде қайда пайдалы десе, енді біреулер оны ағза жақсы сіңіре алмайды, оның пайдасынан зияны басым дейді. Негізінде қой еті соншалықты зиян емес. Майлылығына қарамастан, онда сиыр етіне қарағанда холестерин азырақ. Қой етінің құрамында фтор тіс шегіден сақтайды, лецитин қант диабетінің алдын алады, калий, натрий, магний тұздары жүрек қан-тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады, темір қан түзілімі үшін аса қажет, йод қалқанша безі жұмысын қалыпқа келтіреді, көп мөлшерде кездеседі. Сондай-ақ ақуыз, пайдалы аминқышқылдар мен минералды заттар көлемі жөнінен де өзге жануарлар етінен кем түспейді. Сондықтан түбегейлі шектеу қоймай, ара-тұра тұтынып, пайдалы тұстарын алып тұрған артық болмайды. Тек бұл азықтан белгілі бір дерті бар кісілер тыйылса болғаны. Олар кімдер? Қой еті калориясы жоғары азық. Сондықтан бірінші кезекте артық салмақпен күресушілерді атау керек. Артық салмағы бар, не семіздікке бейім жандардың мәзірінде қой етінің орнын сиыр мен құс, балық еті басса құба-құп. Бойыңызда буынға тұз байлануы құяң дерті болса, қой етін ғана емес, сиыр мен жылқы етін де барынша шектеуге тура келеді. Ал бауыр, бүйрек, жүрек, тіл сынды суп өнімдерін мүлдем тұтынбаңыз. Бүйрек пен өт қабы, бауыр жұмысында кінәраты барлар да қой етінен бас тартуға тиіс. Тұтынған жағдайда өт тас ауруларын қоздыруы әбден мүмкін. Сондай-ақ асқазан қышқылдығының жоғары болуы да осы қатарда. Созылмалы гастрит, басқа да асқазан ішек жолы ауруларынан зардап шегушілер де қой етінен басқа ет түрлеріне көшкені дұрыс. Әйтпесе асқазан жарасының асқынып кету қаупі басым. Етті тұтынушының жасын да ескеру керек. 3 жасқа дейінгі балалар мен егде кісілердің ағзасына қой етін қорыту, сіңіру процесі қиын әрі ұзақ. Атеросклероз секілді буын аурулары мазаласа, қой етін тұтынуды азайтыңыз. Мәзірден мүлдем алып тастауға да болады. Ұйқы безінің қабынуы қой етінен бас тартуға салмақты себеп. Зәуде бір қой етіне аңсарыңыз ауғанда асқазан мен көңілге дәмін татырып қоюға болады. Өйткені қандай да бір дене мүшесінің жұмысында ақау болғанымен, жалпы ағза қой еті құрамындағы пайдалы элементтер мен майды қажетсінеді. Қажеттілікті сирек те болса қанағаттандырып тұрыңыз. Тек ол майсыз, жас төлдің қара кесек еті болғаны дұрыс. Гастроэнтеролог қой етінің пайдасы туралы айтып, оның диеталық тауық етіне қарағанда қандай артықшылығы бар екенін айтқан болатын. Сарапшының айтуынша, қой етіндегі майдың мөлшері еттің түріне және қойдың жасына байланысты өзгереді. Майлы ет кесектерінде 16,5%-ға дейін май бар, ал майсыз ет бөліктерінде шамамен 9,5% бар. Сиыр етінде шамамен осындай мөлшерде май бар. Салыстыру үшін шошқа етінде майдың пайызы 40-50-ге дейін, ал тауықта 18%-ға дейін жетеді. Қойдың етінде калория көп деп айту қиын. Орташа алғанда 100 грамм еттің құрамында 170-209 килокалория бар. Бұл тұтас тауық етінен аз. Осылайша қойдың етін диеталық ет түрлеріне жатқызуға болады. Қой етінің артықшылықтарына холестериннің салыстырмалы түрде төмен мөлшері жатады. Сонымен қатар қой майының құрамына линол қышқылының көзі лецитин кіреді. Бұл зат қандағы триглицеридтер мен төмен тығыздықтағы липопротеидтердің деңгейін төмендетеді және тамырларды нашар холестериннің бітеуінен қорғайды. Қой еті атеросклероздың алдын алуға және ағзадағы май алмасуын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Гастроэнтеролог қой етінің пайдасына қарамастан өте майлы қойдың етін жеуге болмайтынын атап өтті. Мәселе мынада.
Қозы майы ыдырау үшін жоғары температураны қажет ететін отқа төзімді майлар деп аталады. Қойдың қорытылуы денеге сиыр етіне қарағанда қиынырақ, сондықтан өт қабы, ұйқы безі және бауыр аурулары бар адамдарға кері әсер етеді. Ал дені сау адам қой етін қандай да бір проблемасыз қорытады. Егер сіз етті ыстық сусындармен, мысалы шаймен ішсеңіз, процесті тездетуге болады. Бұл дене температурасын сәл көтеріп, еттің сіңуін жеңілдетеді.